Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сендермен English Class'тың 83-ші бетіндегі Present Perfect деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Егер осы видеоны дауысы шығып тұрса, комментарийге 6-7 деп жазып кет. Сонымен каналға тіркел. Каналға тіркелгендерге ғана видео көрінетіндей етіп қоямын. Комментарийге рахмет деп жаз. Сонымен бірінші тапсырмада сендерге мына жерден дұрыс вариантты, мына жерге жазып, дұрыс вариантты табу керек. Сонымен бастаймыз. Бірде бізде has written болады, екіде has stopped болады, үште have become болады. Және де мына ережеде present past experience don't болады, have been болады. Және different form болады. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады, яғни мына етістіктерден берілген етістіктердің үшінші формасын, яғни баспа цифрын жазуымыз қажет. Be бізде been болып кетеді, become бізде become болып қалады, buy bought болады, have had болады, make made болады, read read болады, және say seen болады. Сегізде write written болады. Ары қарай үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге айтады complete the sentence with the affirmative and negative forms of the present perfect, яғни present perfect'тің болымды және болымсыз түрлерімен жазудан қажет. Сонымен бірінші тапсырмада I have read all the Harry Potter book. Мен уже оқып қойдым Гарри Поттер барлық кітаптарын. Елена Хлебникова has written some interesting books. Елена Хлебникова бірнеше кітаптар жазды. My favorite book has not become film yet. Мен сүйікті фильм әлі де фильм болған. They have made a video game of the story. Олар видео ойын жасады осы оқиғаны. I haven't seen that film. Мен ол фильмді көрмедім. I have not played that new video game yet. Мен бұл жаңа ойынды әлі ойнамадым. Енді төртінші тапсырмада өте оңай. Сендерге айтады, мына жердегі we can't find draw, give, help қойып, білім тоқ. Сонымен бастаймыз. Бірде I would love to be a writer, so мен болғым келді. It's a crime story about teenage detective криминалдылыққа жасы детектив туралы. I haven't decided how it's going to end yet, but I have to work it out. Мен пока шешкен жоқ қалай бұл оқу деп, менде көптеген уақыт бар үшін. I have become a member of young first group online and got selected giving me about мен мүшесі болдым жас жігіттер одағының. Және де бір онлайн группасына және де көптеген ойлар келді. Осылайша жақсы болды. My mom has helped me a lot. Менің анам да маған көмектесті too, and it's hard to work, especially at that day at school. Өте қиын кітап жазу себебі мектеп уақытында I have found the publishing for my yet. Мен әлі тапқан жоқпын жазушыны өзім. I need to finish the story first. Оқиғаны бірінші аяқтаймын. Енді бесінші тапсырмада саған айтады true false sentence жаз өзің дейді. Және де мен сол нәрсені айтуға қарамда. Егер ол нәрсе сен туралы сөйлесе, that's true. Егер жалған болса, that's true. Мысалы, I have read it. Мен емес кітап оқыдым болады десем, true болса, that's true. Жалған болса, that's true деп айтуым қажет. Екіде I have read спорт магазинінен оқыдым спорттық журналдарды. Ол сен туралы шындық болса that's true, шындық болмаса that's not true деп жауап бересің. I have watched a science fiction film. Мен көрдім ғылыми зерттеулік фильмді. I have bought a book for a friend. Мен сатып алдым досыма кітапты. I have written a fantasy story. Мен жаздым фантастикалық оқиғаны. I have played a video game online. Мен ойнадым видео ойындарды онлайн.
Собственно, балалар егер бұл факттер сендер туралы рас шын that's true десеңдер, егер де шындық болмаса that's not true деп жауап бересіңдер. Балалар каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Себебі бұл жақта жаңа видеолар өте көп болады. Сендер қосылып қараңдаршы, бәрінің жауаптары бар. Сондықтан тіркеліп, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Goodbye, have a nice day.